Сәлем канал қолданушылары. Бүгін сіздерге беттегі әжімнің кетіру жолдары үй жағдайында қалай кетіру керек, осы жайында бірнеше кеңестер мен ақпараттар беріледі. Сондықтан осы қазақша каналдың өркендеп өсуіне өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп пікір қалдыра кетіңіздер. Жалпы бетке әжімнің ерте түсуі кімді болмасын ойландыратыны сөзсіз. 15-20 жас аралығында пайда болған әжімдер ерте түскен болып саналады. Ал 20 жастан асқанда әжім көздің айналасына түсе бастайды. Өкінішке орай адам жасы ұлғайған сайын әжім де тереңдей түседі, әрі беттің әрін кетіреді. Әжім түрлі себептерден пайда болады. Ал одан қалай құтылуға болады? Ол үшін не істеу керек? Сіздермен бірге осының жауабын қарастыратын боламыз. Әжімді кетірудің бірден-бір жолы уақытты өткізіп алмай дер кезінде әрекет жасау. Ең алдымен әжімдерді қарапайым тұзбен кетіріп көріңіз. Ол үшін бір шай қасық тұзды бір стақан суға салып араластырыңыз. Дайын болғанда тұзды суға мақтаны малып бетке және мойынға қойыңыз. Осылайша мақтаны бетте бірнеше минут ұстаңыз. Жай ғана сыртынан ұрғылап отыруыңызға болады. Маңдайға түскен әжімді жұқа қағаз арқылы кетіруге болады. Пергамент немесе калька сынды жұқа қағазды алып, оған крем жағамыз да маңдайға жабыстырып қоямыз. Қағаздың сыртынан дәкемен орап байлап қоюға да болады. Бұл емдік тәсілді 20 минут бойы жасап 5 күн қайталау керек. Бірнеше апта өткеннен кейін әжімдердің жазылып азая бастағанын байқайсыз. Алайда 35 жастан асқан әйелдер осындай әрекетті жасап көргеннен кейін міндетті түрде парафиннен ем жасау керек. Парафин курсын бірнеше рет жылына жасайтын болсаңыз, әжімнен құтыласыз. Маңдайдағы әжімнен арылудың тағы бір жолы маңдай бұлшық еттеріне жаттығу жасау. Маңдайыңызды тыжырмай, қабағыңызды төмен түсіріңіз. Керісінше шекеңізді жоғары көтеріп, осылайша күн сайын жаттығу жасап тұрыңыз. Жаттығудың әсері жақсы болу үшін шекені, қабағыңызды қимылдатқанда әжімдерді қолмен ұстап тұру қажет. Беттегі әжімді кетірудің бірден-бір жолы өз-өзіне массаж жасау. Ол үшін саусақтың ұшымен бетке жай ғана массаж жасаса болғаны. Бұл жаттығу бет терісін қатайтып, қан айналымын жақсартады. Әжімді кетірудің тағы бір жолы әжімге қарсы бірнеше масканың жолдары бар. Жалпы жұмыртқаның сарыуызы мен май қосылған маска. Ең алдымен майсана немесе камфора майынан жарты шай қасық алып, жұмыртқаның сарыуызымен араластыру керек. Дайын болған қоспаны бетке жағып, 15 минуттан соң жылы сумен жуасыз. Бұл маска енді ғана түсіп келе жатқан әжімдерді кетіруде жақсы көмектеседі. Ашытқы маскасы. Қаймақ пен 25 грамм ашытқыға су қосып бірнеше сағатқа қою қажет. Белгілі уақыт өткеннен кейін қаймақ пен ашытқы қосылған масканы бетіңізге жағасыз. 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Келесі бал қосылған маска. Жұмыртқаның сарыуызымен бір шай қасық бал және бір шай қасық глицеринді араластырып маска жасаңыз. Артынан жылы сумен бетті шайып тастайсыз. Бұл масканың әжімді кетіруде пайдасы мол. Лимон маскасы. Жұмыртқаның сарыуызын алып көпіршігенше қозғаңыз. Оның үстіне лимон шырынын және бір шымшым тұз қосыңыз. Барлығын жақсылап араластырып бетке жағыңыз. 15 минуттан соң жылы сумен бетті жуып, нәтижесіне көз жеткізіңіз. Адам 30 жастан асқаннан кейін терідегі ұштастыру тінінің кейбір элементтері бүліне бастайды. Оның майлы заттарды шығаруы әлсірейді. Уақытқа қарсы дәрмен жоқ болса да, әжім түсуіне септесетін кейбір факторларды өзімізде тыюға болады. Құрамында альфа-окси қышқыл бар кремдер мен лосьондарды пайдаланыңыз. Олар сүтте, жемісте болады. Терінің сыртқы қабатындағы күні біткен жасушалардың түсіп қалуына жәрдем. Салфетканы сүтке шылап теріні бүркеңіз. Алоэны бүгінде көпшілік адам үйінде өсіреді. Соның бір жапырағын кесіп алған бойда үш жағын теріге басып қойыңыз.
Папайя деген жеміс терінің сыртқы бетінен түк қоймайтын ферменттерге толы. Олар әжімді байқатпайды. Папайя жемісін жуып қабығын алып тастасаңыз да, 2 ас қасығын алып 1 ас қасық сұлы ұнымен жақсылап араластырыңыз. Оны теріңізге жағып 10 минут күтіңіз. Содан кейін салфеткамен сүртіп тастаңыз. Әжімді кетіру бетке ерте әжім түсу, бет бұлшық еттерінің босауының нәтижесі. Сондықтан көпшілік адамдар қазір ине емін көп пайдалануда. Сондықтан да үй жағдайында осы бір айтылған кеңестерді пайдаланып көрсеңіздер болады. Денсаулыққа, ағзаға пайдалы ақпараттарды алып тіркеліп кетіңіздер дегім келеді.